Адам өмірінде кей сәттер бар. Олар сені толығымен өзгертіп жібереді. Мен үшін сондай сәт әкемнің тағдыры. Қабдеш Жұмаділов менің әкемнің Айдарбектің бейнесі арқылы тек бір адамның емес, тұтас қоғамның қайғысын көрсеткісі келген деп ойлаймын. Автордың мақсаты адам рухының мықтылығын, жұмыссыздық пен өмірлік сынның алдында адамдық қадірді жоғалтпау керектігін ұғындыру еді. Әкем, бұл бір кездері Сеңгіртаудың серсері, халықтың қуанышы мен үмітін әнмен өрнектейтін адам. Бірақ заман өзгерді. Күйреу, жұмыссыздық, әділетсіздік бәрі оны идіре бастады. Сонда да ол сынған жоқ. Гармония оның намысы мен сүйіспеншілігі болып қалды. Автор осы деталь арқылы адамның ішкі жан дүниесін шебер көрсеткен. Гармония әкемнің үміті, ал оның өнері оның тіршілігі болды. Менің ойымша, әкемнің образы арқылы Қабдеш Жұмаділов қоғамдағы ең ауыр мәселені, жұмыссыздық пен адам еңбегінің бағаланбауын көрсеткен. Кезінде әкем Сеңгіртаудағы мәдени үйдің меңгерушісі болған, халыққа рух берген. Ал қазірше жер асты жолындағы тіленшіге айналған. Бірақ ол ешқашан өзіңді қайыршы деп санамаған. Мен өнерімді сатып, күн көрген тіленшімін деген. Әкемнің тағдырына не әсер еткен? Ең алдымен қоғамдағы әділетсіздік, жұмыссыздық, немқұрайлылық, адамдар рухани байлықтан гөрі фәни дүниені жоғары қойған. Ал менің әкем рухы бай адам болды. Сол себептен заманмен күресе бастады. Бірақ ақырында бәрібір жеңіліп қалды. Мен оны кінәлай алмаймын. Керісінше мақтан етемін. Себебі ол қиындықтарға қарамастан өзінің адамдық келбетін сақтай алды. Өз еңбегімен, өз өнерімен өмір сүрді. Мен оның ұлы ретінде бұл қасиетті мәңгі бақи бағалаймын. Бірақ менің де жүрегімде бір өкініш бар. Ол, мен сол кезде әкемнің шын халін білмедім. Ол бізге қоймада күзетшімін деп өтірік айтып жүрген, ал мен соған сеніп жүрдім. Сол өтірігі бізді қорғау үшін, ұяттан сақтау үшін оның махаббатының дәлелдеген. Автордың айтқысы келгені, қоғам өзгерсе де адамдық өзгермеу керек. Мен әкем сияқты намысты болуға, өмірге шын көзбен қарауға тырысамын. Ол маған күш беріп, үміт пен еңбектің маңызын көрсетті. Әке, шошыма, үнің әлі өшкен жоқ. Сенің үмітің мен өнерің менің бойымда.